Зере мен Асқардың ата-аналары бұрыннан келе жатқан достар. Екеуінің әкелері бір оқу орнын бітірген. Айырылмас достар болған. Екеуі достығымыз енді құдалыққа ұлассын деп балаларын кішкентайынан атастырып қояды. Зере мен Асқар ес білген кезде атастырылғандарын айтып, көңілдерін қалдырмай, құда-құдағи болғысы келетіндерін айтады. Әке-шешелерінің көңілін қалдырғысы келмеді ме, есейген соң қыз бен жігіт болып сөйлесіп жүреді. Бірге кешкі серуенге шығып, түнгі қаланы аралап қайтатын. Бірақ ешқандай артық әңгіме айтылмайтын. Сөйтіп жүрсе де, Зере Асқарды қатты ұнатып қалды. Асқарда ұнатады деп ойлады. Басқа ешкімге қарамай, болашағын тек Асқармен елестетіп жүрді. Бірақ Асқар өз сезімін білдіруге еш асықпады. Тек жылы лебіздерін көрсетіп жүретін. Аға ретінде қамқор болып жүретін. Асқарды ұялып жүрген болар, маған деген құрметі ерекше ғой, демек ұнатады деп ойлайды. Соңғы кездері Асқар көп келгіштеп жүр. Бір нәрсе айтқысы келетіндей көрінеді. Бірақ ештеңе айтпайды. Бүгінде кешкісін Асқар Зереге келіп тұр. Қолында шоколады бар. Біраз әңгімелесіп, қипақтап бір нәрсе айтқысы келгендей болды. Мұны сезген Зере маған өз сезімін білдіре алмай отырма деп те ойлады. Іштей қуанып та отыр, бірақ бүгінде ештеңе айтылмады. Асқар біраз отырып қайта кетті. Зере соңғы уақытта түнімен дөңбекшіп Асқарды жиі ойлайтын болды. Соның жары болғысы келетін. Қашан сөз салады екен деп те ойлайды. Көз алдына «иә» деген жауап айтқанын елестетіп болды. Сосын өз ойына мәз болып жатады. Ертесіне Зере ерекше көңіл күймен тұрып, әдемі киімдерін киіп оқуына жиналып жатқаны сол анасы хабарласты. «Зеретай, қалайсың қызым?» «Жақсымын анашым, өзіңіз қалайсыз?» «Әкем қалай?» «Шүкір, аман есен». «Оқуың қалай?» «Қарның тоқ па?» «Ақшаң бар ма?» Жағдайын сұрап, неден бастарын білмей, ары-бері қипақтап отыр, қалай айтсам екен. «Зеретай, Асқармен хабарласып жүрсің бе?» «Иә, анашым, не болды?» «Жай сұрап жатқаным ғой». «Негізі былай ғой қызым, енді саған не айтарымды білмей отырмын. Кеше Асқар үйленіп кетіпті. Саған ештеңе айтпап па еді?» деді. Зеренің бірденен түрі өзгеріп кетті. «Қашан?» «Кеше ғана келіп кетті кешкісін». «Жалғасы бар?»